Сырымдатұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс 1783-1797 жылдар аралығы. Көтерілістің шығу себептері: Пугачев бастаған шаруалар көтерілісі басылғаннан кейін патша үкіметі кіші жүз қазақтарының көшпелі қауымына отаршылдық езгіні күшейтіп жіберді. Сондықтан да қазақтардың көтеріліске шығуы кездейсоқ оқиға емес еді. Оның мынандай себептері болды. Біріншіден, шекара шебінің ішкі жағына уақытша өткен қазақтарға қойылатын талаптар тым қатаңдай түсті. Талап бойынша кез келген қазақты оның кездейсоқ басқа бір рулас жасаған құқық бұзушылық әрекеті үшін ұстап алып айыптауға болатын еді. Екіншіден, Орал казак әскерлері тарапынан бұрынғысынша дала төсіндегі әскери іздестірулер тоқтатылмады. Үшіншіден, Нұралы ханның және оның төңірегіндегілердің беделі жыл сайын төмендей берді. Ол бірте-бірте патша үкіметінің қолындағы қуыршақ қолшоқпарға айнала бастады. Ханның отбасындағылар мал жайылымдарын өз пайдаларына қарай бөліске салды. Ұлт-азаттық көтерілістің алғашқы кезеңі 1782 жылдың аяқ кезінде патша үкіметінің жарлығы шығып, қазақтардың Жайықтың оң жағалауындағы аймақтарға қыс мезгілінде жайылымдық жерлерді жалға алу арқылы ғана уақытша өтуіне рұқсат етілді. Орал казактары бұл жарлықты өз мүддесіне пайдалана қойды. Казактардың жерін қазақтардың жалға алуына тыйым салынды. Орал шекара шебіндегі бекіністердің күзеті күшейтілді. Қазақтар аманат беруге тиісті болды. 1782-1783 жылдың қысында шекара шебінің ішкі жағында қазақтардың 4000-нан астам жылқысын күштеп тартып алды. Қыстың өте суық болуы жағдайды одан сайын қиындатып жіберді. Жұт басталды. Дала тұрғындарының 10 000-нан астам жылқысы мен сиыры қырылып қалды. Міне осындай қиын қыстау жағдайда кіші жүздің шекара шебіне таяу ауылдарында бұқаралық қозғалыс басталып, ол көп ұзамай азаттық күресіне ұласты. Көтеріліс Елек, Қобда, Ойыл, Жем және Сағыз өзендері алабын қамтыды. 1783 жылдың көктемінде қазақтар Орал шекара шебіне шабуыл жасай бастады. Қазақ жасағы Гериал бекінісіндегі сарбаздарды тұтқынға алып, малдарын айдап кетті. Орынбордың солтүстік шығысында Тама руының жасақтары шабуылдаумен болды. Орынбор коменданты қазақ даласына Орынбор казактарының жазалаушы әскерлері мен башқұрттардың 1500 сарбазын жіберді. Қазақ көтерілісшілері оларға табандылықпен қарсылық көрсетті. Қазақтардың тастан тұрғызған бекінісі дұшпанның баса көктеп бірден лап қойған шабуылы кезінде алынды. Тұтқынға алынған 56 адам қазыналық жұмыстарды атқаруға жіберілді. Қазақтардың әскери бекіністер мен сауда керуендеріне шабуылы жиілей түсті. Мұның өзі орыс мемлекетінің Орта Азия құндылықтарымен жасалатын сауда-саттық деңгейін құлдырата төмендетіп жіберді. Қарағай бекінісіне бірден лап қойған шабуыл жасалды. Көтерілісшілер Орынбор мен Елек қорғанысының екі арасын байланыстыратын даңғыл жолды өз бақылауына алды. Көтерілісшілердің жалпы саны 7000-нан адамға дейін жетті. 7000 адамға дейін жетті. 1785 жылы қазақ жасақтары төменгі Орал шекара шебінің аймағында патша үкіметінің әскерлерімен кескілескен шайқасқа түсті. Сырымдатұлы 2700 сарбазы бар жасаққа старшын Барақ 2000, Тіленші Батыр 1500 сарбазы бар жасақтарға басшылық етті. Бұларға қарсы казактардың 3 отряды жасақталды. Ру старшындарының Нұралы ханмен және оның төңірегіндегілермен арадағы күресі күшейе түсті. Ханның халық көтерілісін басып, жаншып тастауға мұршасы келмеді. Ол ма көтерілісшілер халыққа жексұрын болған
оны орнынан түсіруді талап етті. Қазақтардың да, отырықшыл билеушілердің де көз алдында өзінің беделінен жұрдай болған Нұралы хан 1786 жылы кіші жүзден біржолата қуылды. Ол ендігі жерде патша билігінің қамқорлығына алынды. Біраз уақыт Калмыков бекінісінде жасырын тұрды. Уфаға жер аударылған Нұралы хан ақырында сонда қайтыс болды. Көтерілістің жетекшісі мен қорғаушы күштері. Көтерілісті халыққа кеңінен танымал батыр Сырым Датұлы басқарды. Ол кіші жүздің ішіндегі 12 ата байұлы бірлестігінің Байбақты руынан шыққан ірі тұлға болатын. Сырым Датұлы өзін шебер дипломат, әскери қолбасшы әрі көрнекті ұйымдастырушы ретінде көрсете білді. Көтерілісшілердің жетекшісі, әрі шешен, әрі би ретінде өз даңқын асырған еді. Асқан ақылдылығы мен тапқырлығының арқасында бала би атанған болатын. Сырым Датұлы денелі, күшті, талай ерлік істерімен танылған қайсар, өр мінезді адам еді. Замандастарының арасында ат құлағында ойнайтын шабандоздығымен де ерекшеленетін. 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген ағылшын журналисі Булджер былай деп жазды: Сырым батыр жігерлі, терең ойлы, қайратты, батыл, тапқыр, айлалы, ерекше тұлға. Көтеріліске қарапайым көшпелі халықтардың, қазақтардың едәуір бөлігі, старшындар, билер және батырлар белсене қатысты. Олардың бәрі де кіші жүздегі барлық рулық бірлестіктердің өкілдері болатын. Көтерілісшілердің арасында сұлтандар тобынан шыққандар да бар еді. Солардың бірі атақты батырдың жақын серігі Айшуақ сұлтанның ұлы Жантөре. Көтерілісшілердің қойған ең басты талабы патша үкіметінің қазақ жерін тартып алуын тоқтату. Сонымен қатар сұлтандардың, ханның және олардың айнала төңірегіндегілердің озбырлығына тыйым салу еді. Барон Игельстромның реформасы және кіші жүзде хан билігін жою әрекеттері. Қалыптасқан жағдайда патша үкіметінің алдында тұрған ендігі міндет кіші жүз қазақтарын басқарудың жаңа түрлерін ойлап табу еді. 1784 жылы Орынбор губерниясының бастығы болып Игельстром келді. Ол аймақты басқару жөніндегі икемді саясат жүргізуге қабілетті адам ретінде белгілі болатын. Игельстром қазақтар туралы жаны жайсаң, ақкөңіл халық деген жағымды пікірде болды. Кіші жүз қазақтары арасында жағдайды тез түсініп үлгерді. Билікті билер кеңесіне беруді жақтаған Сырым батырдың ықпалын әлсіретуге тырысты. 1786 жылы Игельстром хан билігін реформалаудың жобасын ұсынды. Ол реформаның мәні хан билігін толығымен жою еді. Бірақ Игельстромның реформасы кіші жүздегі сұлтандар мен старшындардың наразылығын туғызды. Өйткені олар қазақ даласындағы өз ықпалынан айрылғысы келмеді. Игельстром реформаларының мазмұны хан билігін толығымен жою, кіші жүзді рулық, тайпалық жүйе бойынша үшке бөлу, расправалар құру, Орынборда шекаралық сот құру, кіші жүз аумағында 2 не 3 қала, бірнеше мектеп мешіттер салу ұсынысы. 1786 жылы старшындардың съезі өтті. Онда тек қана шекаралық сот құруға келісім берілді. Соттың құрамына 6 ру старшыны сайланды. Мұның өзі лауазымның әкімшілік қызметінде қазақ ру старшындарының сұлтандарды ығыстырып, ауыстыра бастағанын көрсетті. Алайда мұндай сайлау кіші жүздің 3-ақ руында болды. Сөйтіп шекаралық сот кіші жүздің бүкіл руларымен жоғары дәрежелі билер тобы арқылы байланыс жасай алмады. Соның салдарынан кіші жүздегі саяси жағдайға ықпал ету мүмкін болмай қалды. Сұлтандар қазақ даласында расправалар құруға үзілді-кесілді
қарсы болды. Шекаралық соттың құрылуын пайдалана қойған старшындар жер туралы Еділ мен Жайық арасында қысқы мезгілде мал жайылымының көлемін ұлғайту туралы мәселе қоя бастады. Олар сонымен қатар жайылымдарды жалға беру тәртібін жоюды да ұсынды. Қазақтардың Еділ мен Жайық аралығына жаппай көшуі басталды. Старшындар өздерінің талаптарын күшейте түсті. Олар кіші жүзден Ресейге қашып келгендердің қайтару мәселесінде қозғады. Игельстром старшындардың талабын ішінара ғана қанағаттандырды, бірақ қазақтардың шекара шебіндегі бекіністерге шабуыл жасауын тоқтатуды шарт етіп қойды. Қазақ старшындары бұған жауап ретінде шекара шебіндегі әкімшілік пен Орал казактарының тарапынан қазақтарға күш көрсетіп, озбырлық жасауын тоқтатуды талап етті. Жаңа әкімшілік орган расправалардың құрылуы сұлтандарды кіші жүз қазақтарын билеу жүйесінен шеттететін елеулі рөл атқарды. Бұл жағдай сұлтандардың патша үкіметіне қарсы наразылығын күшейтті. Өйткені олар өздерінің артықшылықтарынан айырыла бастаған болатын. Сөйтіп, кіші жүзде өкімет билігін жүзеге асыру мәселесі жөнінде сұлтандар мен старшындар арасындағы күрес одан әрі жалғаса түсті. Сырым Батыр патша үкіметінің ықпалынан біржолата шығып кетуге бағытталған шаралар қабылдай бастады. Бұл әрекет патша үкіметіне мүлде ұнамаған еді. Игельстромның реформасы іске аспай қалды. Сырымдатұлы Хиуа хандығымен қазақтарға қару-жарақ, атты әскер, азық-түлікпен көмектесу жөнінде келіссөз жүргізді. Көтеріліс жеңіліп қалған жағдайда көшіп қонып жүру үшін Хиуа хандығының бір шетінен мал жайылымын беру жөнінде өтініш білдірді. Патша үкіметі қазақтардың Еділ мен Жайық аралығындағы мал жайылымдарының пайдалану құқықтарына шек қоюға тырысты. Мұның өзі бұл аймақтағы қарама-қарсылықты күшейте түсті. Қазақтар Орал шекара шебіндегі бекіністерге шабуыл жасауды жиілетіп жіберді. 1792 жылы Сырымдатұлы құрамында 1000 сарбазымен Елек қорғанысына шабуыл жасады. Содан соң Красногорск бекінісін бірден лап қойған, шабуыл арқылы алмақ болды, бірақ мықтап нығайтылған бекініс пен жақсы қаруланған қорғанысшыларға тап болған көтерілісшілердің жоспары жүзеге аспай қалды. Ұлт-азаттық көтерілістің ақырғы кезеңі 1797 жылдың көктемінде Сырымдатұлының жасақтары хан ордасына шабуыл жасап, Есім ханды өлтіреді. Бұған жауап ретінде патша үкіметі қазақ даласына жазалаушы отрядтар жіберді, бірақ олар көтерілісшілерді кездестіре алмады. Кіші жүзде хан тағына талас басталды. Игельстром кіші жүзді басқаруды хан кеңесіне тапсыруды ұсынды. Отаршыл үкімет билігі қартайып, қаусап отырған Айшуақ сұлтанды қолдады. Бірақ сұлтандардан ғана тұратын қазақ ақсүйектері дәстүрлі халық жиынын өткізбей-ақ Қаратай сұлтанды хан сайлауға асықты. Мұның өзі сұлтанның хан кеңесіне деген қарсылығын білдіруде еді. Өйткені хан кеңесінде старшындардың ықпалы күшті болып шығатын еді. Сырымдатұлы хан кеңесінің құрамына сайланбай қалды. Ол Әлімұлы старшындарының қолдауына ие болды да хан кеңесінің алдында кіші жүздегі жағдайды жақсарту жөнінде мәселе қойды. Сырым Батыр руаралық барымтаны және Орал казактары мен қарым-қатынас қақтығысты тоқтатуға күш салды. 1797 жылы Айшуақ сұлтан хан болып сайланды. Оны сұлтандар мен старшындар қолдады. Хан жасы жетіп қартайған адам еді. Ол қазақтар арасында елеулі рөл атқара алған жоқ. Кіші жүздегі сұлтандар мен ру старшындарының өзара тартысуы Сырымдатұлының өзінің төңірегіне ру старшындарын бұрынғысынша топтастыру, сұлтандарға және патша үкіметіне әкімшілігіне қарсы күресін жалғастыра беру мүмкіндігінен айырылды. Сырым Батыр Хиуа хандығы аймағына көшуге мәжбүр болды. Халық аузындағы
аңыз бен кейбір мәліметтерге қарағанда Сырым Датұлы өзінің саяси қарсыластарының қолынан қаза тапқан көрінеді. Көтерілістің жеңілу себептерінің бірі Сырым Датұлының бірден екі күшке, бір жағынан патша үкіметіне, екінші жағынан сұлтандар мен ханның төңірегіндегі топтарға қарсы күресі. Көтеріліс жетекшісі көтерілісшілерді тұтасқан берік күшке айналдыра алмады. Көтеріліс стихиялы түрде басталды және ұйымдасқан жағдайда жалғаспады. Адам саны жағынан шағын жасақтар бір-бірінен бөлек жеке соғысуды дұрыс санады. Руаралық шиеленісті қақтығыстар да орын алды. Старшындардың едәуір бөлігі тұрақсыздық танытты. Олардың іс-қимылдары бір-бірімен өзара келісілмеді. Старшындардың едәуір бөлігі көтеріліске қатысудан бас тартты. Өйткені патша үкіметінің жазалаушы отряды келе қалған жағдайда Жайықтың сол жағалауындағы жерімізден айырылып қаламыз деп қорықты. Осымен бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Видеоның астында комментарийға осы тақырып бойынша квиз тестін қалдыратын боламын. Сол тестті тапсыру арқылы осы сабақтан қаншалықты түсінгеніңізді біле аласыз. Ендеше менің видеомды жоғалтып алмау үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.